армысыздар ағайын, ой түбінде жатқан сөз хабарының бүгінгі қонағы техника ғылымдарының докторы, заң ғылымдары академиясының толық мүшесі, халық емшісі, облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Әбділев Оңайбек Қажы Нұрасылұлы. Қош келдіңіз. Оңайбек Қажы, әңгіме-дүкен құрмағанымызға көп болды. Ол кездерде біз осы 15-20 жыл бұрын осындайда бір замандарға тап боламыз деп әрине еш ойлаған жоқпыз. Бір қиын жағдайларға тап болып отырмыз. Бір жағынан мынау коронавирус деген тажал, екінші жағынан сыбайлас жемқорлық дейтін жеті басты обыр буып тұр. Алдымыз тұман, артымыз ор. Қайтеміз, не істейміз деген бір өте бір қиын ахуалдамыз. Бірақ соған қарамастан тәубашыл қазақпыз ғой. Үмітсіз шайтан дейді. Үміттенеміз, арасынан сыналап та болса шығып жатырмын, жайымыз бар. Ал жақсы, біз коронавирусты қоя қояйық. Оның емі табылар, емі табылмаса ебі табылар. Ал Алладан келіп жатқан ажал болса оны көрерміз. Ең бастысы, мынау сыбайлас жемқорлық деген қолдан жасалып жатқан, қолдан себіліп жатқан дән, шырмауық десем келісесіз бе? Келісемін. Шаталып, маталып, бірін-бірі алып отырған бір шырмауықтай шырматылған дүние, бұл және адамдардың қолынан жасалып жатыр. Келісесіз ғой? Міндетті түрде келісеміз. Енді мына қоғамның қандай екен жасырып болмайды. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұны біз күттік. Себебі осы өзіңіз айтып кеткен ішкі істер органдар саласында істеп жүргенде мен 6 жылда ішкі істер министрі училищесін басқардым. Сол кезгілде ол енді осыдан 20 жыл бұрын. Сол кезгілде осы ұрпақ қайда кетіп бара жатыр. Сол кезгілдегі жастар бүгінгі билікте. Осылар не ойлайды, не қояды, болашағымыз не болады деген тақырыпта мен сауалнама жүргіздім. Сонда қарап отырсақ, мектептің жасынан бастап біздің балаларымыз арақ ішеді, темекі тартады. Кешіріңізші, ол кезде мына сыбайлас жемқорлық дейтін дүние тап осындай терең емес те, бірақ ол кезде наркомания, нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік деген дүниелердің бір пайда болған кездері ғой. Ол пайда болған кезі. Енді біз қалай енді, ол енді пайда болғаннан кейін біз көп жерде біздің ұтылатын жеріміз неден? Біз алдымызды болжап білмейміз. Болжамаймыз, болжамағаннан кейін салпақтап болған нәрсенің соңында жүреміз. Алдына шыға алмаймыз, алдын ала алмаймыз. Алдын алу деген бар. Сол мен енді өзімнің сол кезде ой санам жеткені бойынша қайда кетіп барамыз, не істейміз, болашағымыз не болады деген тақырыпта жүрген сауалнама ғой. Сол сауалнаманың қорытындысында жаңағы айтып отқандай ел басына күн туса 56% жастар елден қашып кетемін дейді. Қорқынышты емес. Сіз сұрақ қойдыңыз, ел басына қауіп төнсе, күн туса, сен не істер едің? Ол сауалнама, ол тек бірақ сұрақ емес, ұзақ сауалнама. Оны бастамас бұрын мен оларға сұрақ қойдым. Айналайындар, мен енді осы жерде басшымын. Сендер менің балам сияқтысыңдар. Көптерің әкешілерге реніштерің болады ғой. Әкеше манан істемейді, бізді түсінбейді. Солай деді. Олай бола отырса былай. Мен сендерді түсінгім келеді. Мен сендерді түсіну үшін, мен сендерді білуім керек. Не ойлап, не қойысыңдар. Бұл анонимні, ешқайсың фамилияны жазбайсыңдар деп, олар мен келісім алғаннан кейін барып сауалнама жүргіздім. Сонда сауалнаманы алған кезде мен төбе шашым тік тұрды. Мен де білмейді екен, көп нәрсе жастар не ойлап, не қойып жүрген екен. Содан кейін сол кезде ой туындады. Біз енді бұл қалай қыламыз? Бұл қалай бұны жеңеміз? Бұлай қарағанда жаңа айтып кеткен оқу орны, ішкі істер министрі училищесі. Қазіргі таңда қызмет атқарып жүрген қызметкерлердің біліктілік арттыру курстарын ұйымдастыру. Және жаңадан келіп жатқан болашақ полиция қызметкерлерін алғашқы дайындау. Басқаменен оның шаруасы жоқ негізі. Басқа міндет жоқ. Міндеттігі жоқ еді. Бірақ мына болашаққа деген ой, қалай болады деген ой мені мазалап, сол жерден аула клубын аштым. Сол 4-ші шағын ауданда орналасқан балдардың аула клубын ашып, олар менен аула клубын ұйымдастырдық. Жас қыран деген патриоттық клуб аштық. 2 жылдық жас полиция дайындық курстарын аштық. Және ол балдармен тек қана қарап отырған жоқпыз. Ол балдарменен бүкіл жаңағы тәрбие сағаттарын жүргізіп, олардың қызығушылығын туғызу үшін әскери жаңағы қарулардан өз біздің
атыстарын ұйымдастырдық, патриоттық рухта тәрбие жүргіздік өзімізше. Сонымен қатар оларды өзімізбен бірге мына бірінші шағын қарттар үйіне алып бардық. 14-ші шағын аудандағы жаңа сәбилер үйіне алып бардық. Мына 17 шағын аудандағы мына қалашық, жетім балдар қалашығы. Иә, кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда, мен оның бәрін білем. Мен сізді негіз бұл хабарға бекерге шақырып отырған жоқпын. Сол дүниелерді білем. Сол кездерде сіздің сондай жұмыс жасап жүргеніңізді полицейлерменен, болашақ офицерлерменен сондай жұмыс жасап жүргеніңізге біз қайран қалатынбыз. Біз журналист болсақ та қайран қалатынбыз. Ал сонда жаңағы сізге ешкім сұрақ қоймады ма? Басшыларыңыз, сіз не істеп жүрсіз? Сіз қарттар үйінде не шаруаң бар? Мына жақта не шаруаң бар? Бұны неге жасап жүрсің деп айтпады ма ешкім? Ондай сұрақ қоятын адамдар болды. Таң қалып, маған сұраушы еді. Бәрі түсінікті, жақсы, енді қарттар үйі деп жатсың, құстар күні дейсің, осы сені бір шығармайтын бір мәселең жоқ еді. Иә, құстар күні деген датылы күн бар. Біздің сол училищенің ауласында құстарға жем беретін жем. Сіздің сонда мақсатыңыз? Мақсат болашақ ұрпақты мына табиғатқа құрмет көрсете тұра, адал жолда болу, адам болу. Құстарға да жанашырлық таныта отырып, оның да Алланың жаратқан бір мақұлығы екенін, соған аяушылық арқылы. Анау сіздің жаңа курсанттарыңызға сонда сіз олардың жүрегі қатайып кетпесін, мейірім дегеннің, адамдық дегеннің екенін білсін деп жасап жүрген шаруаларыңыз ғой. Міндетті түрде. Сосын айтушы еді, жаңа сұрақ қоюшылар табылып тұрады ғой, қарттар үйінде не шаруаң бар, сәбилер тастан үйінде не шаруаң бар еді деп. Немесе 6-шы шағында жаңағы тентек балдардың мектебі бар, әдейі. Бәріне барып келгеннен кейін мен конкурс жариялаймын. Осы барып келгеннен кейін кімде-кім жақсы шығарма жазатын болса, соның иесіне мен демалыс берем кезектен істеп. Әрине бәрі жазады, оның бәрі кереметтей журналист емес, ішінде болғандар бар артынан бір себептен осы себеп болып. Мен оларда көздеген мақсатым, қарттар үйіне барып келгеннен кейін оқып жатсаң жазған шығармаларын, қандай жиіркенішті сөздер жазады. Не деген бұл бала, бұл не деген адам, кім көзін қиып не әкесін шешесі қарттар үйіне тапсырды. Әй, осы оңбағанды көрер ме деп кіжінеді. Ал сәбилер тастан үйіне барғанда, жүгіріп келген сәбилер алдынан шықта жаутаңдап тұрғанда, олардың шығармаларында қалай көзі қиып осындай сәбиді тастап кетті. Қандай қатыгездік, осыншама бола ма екен деп. Не керек? Сол бүкіл жаңа мен айтып отқандарым бәрі менің өзімнің тілімде, менің оқу полигоным деп атаушы едім, өзім үшін. Себебі оларға дайын нәрсе ғой. Барды, шығармашылық жазды, оларды бір жағынан мен шығармашылыққа тәрбиеледім, екінші олардың ой өрісін түсіндіріп, жүрегінен өткізіп тұрсыз. Жүрегінен өткізіп тұрмын. Ол айтам, сендер көрдіңдер ме? Анау әке-шешесінде қарттар үйіне тапсырғандарға сендер қандай жиіркенішпен қарап отырсыңдар. Біреулерің боқтық сөз айтып, біреулерің өлтірсем қалай болар деп отырсыңдар. Ана тастанды балдарға дәл сөйтіп отырсыңдар. Ал енді сендер қазір жассыңдар ғой. Құдай қаласа сендер ата-ана боласыңдар. Сендер де егерде ата-аналарын қарттар үйіне тапсыратын болсаңдар, бүкіл елдің қарғысына ұшырайтындарын біліңдер. Сендер кездейсоқ жыныстық қатынасқа барып, бала туып, тастайтын болсаңдар, тағы да қарғыс ұшырайсыңдар. Сонда айтпай ма қазақ, қарғысқа қалғанша елдің алғысын ал деп. Менің көздегі мақсатымда сол еді ол жерде. Керемет. Енді манағы жемқорлық дегенге байланысты шығып кетіп отырған дүние ғой. Яғни біз бұл сыбайлас жемқорлық осындай дүниенің де болуы мүмкін екендігін болжамадық, алдын алмадық деп отырсыз ба? Кіріп келгенде, қақпадан кірген жерде үлкен әріппенен Шәкәрім Құдайбердіұлының адамдық борышың деген өлеңін іліп тұрды. Айтып кетейік. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айныма, арсақта оны біл. Талаптан да өнермен білім үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанба, салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бақ үшін, жоба тап, жол көрсет, келешек қамшын. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, артында ғибрат ала із қалдарса соны мәңгілік өлмейсің дейді. Мен сол жерде басшы болған кезде бүкіл сол полиция қызметкерлерін, бүкіл сол жастарды мен Шәкәрім атамыздың адамдық борышына
тәрбиеледім. Себебі адам болып қалуымыз керек. Адам деген аттан айырылмауымыз керек. Біз қазіргі айтып отқан жемқор дегеніміз ол кім? Ол адам емес. Неге адам емес? Осы адамдықтан ардан аттаған адам. Аттап кетті. Ол адам емес. Қазақ айтады, аталарымыз айтады. Иманның әдеп қақпағы дұрыс жабылса, шайтанның қиын ашпағы дейді. Кім әдепсіздік туындады, әдепсіздік жасайтын болса, оның бәрі қылмыс емес, әдепсіздік. Оның өзі шайтанның досы болып тұр ғой. Сонда ана береді жаңағы парақор, жемқор дегендер адам ба ол? Ал енді біздің ислам дінінде айтады, кімде-кім бір адамды ренжітсе, ол бәленбай қағбаны қиратқаны да жаман дейді. Сонда ол кісілер біреуді қанап, біреуді қорқытып алған ақшасы қанша қағба қиратты? Ол сонда ол мұсылман ба, адам ба? Сондықтан ол жерде оларды мен олардың сатына қоспаймын. Қазақ айтады, ашыққаннан құныққан жаман дейді. Ашыққан адам қарны тойса артық іше алмайды ғой. Құныққан деген нәрсе тойымсыз адам. Ол тойымсыздық. Ол мына дінімізде ысырапшылдық деген, тойымсыздық деген нәрсе ол жаман нәрсе, ол хайуанға тән нәрсе. Сонда олардың ойы тек қана осы таңда мынау заман сондай екен, осы жерде бәріміз алып қалу керек екен деп, оған кінәлі қоғам кінәлі. Біздің қазір өмір сүріп жатқан қоғам таңғалады ештеңе жоқ. Мүмкіндік беріп отырмыз. Мүмкіндік бергенде қазір кім ақшалады, кім басшыға береді, сол тәуір. Ал кім біреуден ақша ала алмаса, ақша бере алмаса, ол адам ол мына қоғамға лайықты емес болып саналады. Оның өзі осы салада істеген мен өзімде білемін. Ол бастан кешкен де жағдай қазір. Халықтың ашынатын себебі не? Себебі билікке деген сенім жоқ. Мен өз құтқара басым, енді заңғылдар академик бола тұра, ұятта болса айта кетейін. Мен өзіме қатынасты бір іс болды. Мұнайлы аудандық сотында менің әділ екендігім туралы шешім қабылдайды. Ол не екенін айтпай-ақ қойыңыз, сіздікі дұрыс. Менікі дұрыс. Онда облыстық сотқа екінші тарап шағым жасайды. Мұнайлы аудандық сотының шешімін бұзып, оныкін дұрыс дейді. Мен енді барып кассациялық жолменен облыстық сотқа барып түсіндіріп айтам. Қараңдаршы, мынау осылай қой деп. Солай қой дейді, бірақ қайтадан сол өзгеріссіз қалдырады. Онымен жоғары сотқа бардым. Олар да өзгеріссіз қалдырды. Бәрі сайрап тұр, документ түгел солай. Мен одан тағы бас прокуратураға бардым. Бас прокуратураға барып едім, бас прокуратураның қолынан дым да келмейді. Ал сонда мен заң саласының хабары бар адам барып жүріп шеше алмағаннан кейін мен мына халықтың ашынуына дұрыс деп санаймын. Бізде қазіргі таңда заң сөйлемейді. Кейбір мүдделі адамдардың, не болмаса қалталы адамдардың айтқаны болып тұрған заман. Ал енді осыны қалай біз енді қалыпқа келтіреміз? Сол ғой әңгіме, не істейміз? Не істейміз? Сондықтан біз не болса ұлттық кодымызды ұмытпауымыз керек. Қазақ қандай қазақ еді? Кезінде осы неше түрлі шпиондар келіп, бір қазақ әйелінен сұрайды екен. Осы көрейінші қазақтың әйелі не тұрады екен деп. Сонда сұрайды, осы қазақтар сендер тым таппай көше бересіңдер, отырмайсыңдар ма деп бір ағылшын тыңшысы айтқанда, жаңа қазақтың әйелі айналып кетені айтты дейді. Айналайын-ай, мына 18.000 қаламға көзіңді ашып қарашы. Алла қандай көркем жаратқан мына 18.000 қаламды. Бірінен бірін байластырып, бірінен бірін сайластырып, бәрін қозғалыста қойған ғой дейді. Көрсетші маған осы бір жерде тұрған нәрсе бар ма екен деп. Анау басын шайқап кетіп қалыпты. Құдай-ау, мынандай халықтың қатынында философ, мынандай халықты кім жеңеді, ешкім жеңе алмайтын шығар деп кеткен екен дейді. Бірақ біз қазіргі таңда содан айырылып қалдық қой. Өкінішті сол айырылып қалдық. Неге айырылып қалдық? Қазіргі таңда біздің ұрпақ тәрбиесі деген нәрсені біз аша ұмыттық. Қарап отырсақ, енді менің бала-шағаларым үлкейіп кетті, енді немерелер бар. Балабақшаларына барсаңыз, не көресіз? Мына мультфильмде көретін жын-жыпырдың суреті тұр. Ал сенің ол жерде ұлтыңа лайықты, мына ертегілердегі батырларың жоқ па қазақта? Кеше бір алдын ала бір пікірлескенімізде сіз 2006-2007 жылдары мына ертөстіктің
еврейлер жасаған бір нұсқасын көріп қалдым дедіңіз. Сол шынымен солай болды ма? Соны айтыңызшы. Ертөстік деген ертегіні бәріміз білеміз, бала кезде оқып шықтық. Ерназар деген ақсақалдың 8 ұлы болады. Солар бір күні елменен бірге кетпек болып, әке шешесіне жаңағы азықтарын дайындап біз келеміз деп кетеді. Күндердің күнде ұлдары оралмаған кезде бір күні енді жаңағы Ерназар ақсақал аңға шығып, аңға барып, аңда олжасыз қайтады. Сол екеуі отырған кезде ақсақалдың көзі шаңыраққа әлеуілі тұрған төске түсіп кетеді. Ай, бәйбіше, мына төстір екен ғой, төсті ашайшы, төс жейік деп. Сол төсті ашып жегеннен кейін зайыбы жүкті болып, дүниеге перзент туады. Перзент бір айда бір жастағыдай болып, ер жетіп, бала қорған болып, сағатта өсіп, күнде өсіп, ал енді сол ертегіні біз қазақты құрту үшін, қазақтың жаулары басқаша атауға болмайды. Сол ертегіні қазақ ертегісінің ізімен дейді де, ертөстік деп атын қояды. Баратта сосын 8 ұлы емес, ол жерде 6 ұлы болған болады Ерназардың. Ол жаңағы сәті кеткен болады. Ерназар бір күні сол аңға барып қайтып келе жатса, далада жатқан бір бесікті көреді. Бесікте бала жатыр. Сол баланы үйге алып келеді. Кемпір, ашықтық қой, мына бала семіз бала екен, мына асып жейік дейді. Ана көрдіңіз бе? Сонда біздің ұлтты, қазақты қорғылып, сол анау ет жегіш, адам жегіш, хайуанның да хайуаны қылып көрсетпек болып отыр. Және оған тапсырыс берген кім? Мемлекеттік біздің мекемелер тапсырыс беріп отыр. Сонда ол қайда қарап отыр сол ана? Саясат бөлімдері. Қайда қарайды? Бізге жасалмай атқан шабуыл жоқ. Құндылықтарымызды, ұлттық кодымызды жаңғыртып, ұлттық құндылықтарымызды қайтадан бір жаңғыртып, еске салып, санаға құйып, тәрбиені бастауымыз керек дейін деп отырсыз ғой. Мен міндетті түрде сол тәрбиені бастау керек. Ұлы Абай атамыз айтады, маған заң тұрғысындай билік беретін болса, адам баласын тәрбиелеуге болмайтын адам тілін кесер едім дейді. Сондықтан тәрбие жасау керек. Бірақ енді біз қазіргі таңда болары болып, бояуы сіңген, қазірде осы әлгі оңалмайтындарға мән бермеуіміз керек. Біз неде болса, төменгі жақта ұрпақ тәрбиесінен бастаймыз. Жас ұрпақты, жаңа лепті дайындауымыз керек. Енді ақыл жастан дейді, егер мысалы қазірден бастап біз ұрпақ тәрбиесіне мән беріп, ұрпақ тәрбиелейтін болсақ, олар ешқайда кетпейді. Олардың күнде ұзаққа бармайды. Сондықтан біз қазіргі таңда барлық күш, жігерді өзіміздің ұлттық кодымызға негізделген ұрпаққа мән беруіміз керек. Сонда біз жеңіске сонда ғана жетеміз. Қазақстан заман деген газет бар, Қазақстан шығатын, түріктермен біріккен Қазақстан заман. Содан осыдан бір 20 шақты жыл бұрын мақала шықты. Шведтің Нилсен деген журналисі, мен қазақ болуды армандаймын дейді. Қараңызшы, Шведтің журналисі қазақ болуды армандаймын. Ол бір оқиғаны жазады. Біз осы Ақтау қаласынан шығып, Бейнеуге кетіп бара жатыр едік дейді. Ертеректе жол жоқ кез ғой енді. Кешке қарай келе жатқан машинамыз бұзылды. Бұзылғаннан кейін машинаны тастадық. Сосын алыстан бір көрініп тұрған мал ауылы бар екен, соған қарай жаяу кеттік дейді. Үйге келген бойда дастархан жайнап, шай дайын тұр екен. Кіріңіз деп қолыма су құйды, сосын шай іштік дейді. Шай ішіп отқанда үйдің иесі шығып кетіп еді, бірақ та сосын шай ішіп біз шықсақ, қой сойылып жатыр екен дейді. Сосын сұрадым қасында қазақтардан, мына не істеп жатыр деп. Қой сойып жатыр. Кімге? Біздерге. Сұраймын дейді қазақта, мына сендер танимай ма? Жоқ, танымайды дейді. Ол танымаса да қонақ келді деп, қой сойып жатыр деп. Таң қалдым дейді. Сосын артынан келіп, тезірек құрдақпенен шай іштік, отырдық. Баласы домбыра тартады екен, домбыра тартты. Сосын тағы біраз неткеннен кейін ет келді, ет жедік, әдемілеп төсек салып берді. Ұйықтадық дейді, таңертең ұйқыдан тұрып алып, ойлаймын дейді. Құдай-ау, мынау алған ел. Біздің мына Европада біреу үйіне кіру үшін қандай рұқсат керек? Неге кірдің, не істедің деп, су сұрап ала алмайсың. Мына жерде танымайтын адамға қойын сойып, тамақ ас үстіне түсіп, баласында ойнатып, көрпесін салып, әдемілеп ұйықтап тұрып жатырмын. Риза болғаным соншалықты, таңертең тұрдым да, қалтамда $50 бар екен, үй иесіне ұсынып едім дейді. Ол кісі маған бір жағымсыз көзқараспен қарады, ұялып қалып, ақшамды қалтама салдым, $50. Сосын
қасымда қазақтардан сұрадым дейді, мына кісі асынып тұр ма, мен $50 ұсынып едім деп. Қазақтар айтты, сен не істегенің, сен ұят қылдың. Қазақ келген қонағынан ішкен асына ешуақытта ақша алмаған, сен ұлттық намысына тиіп кеттің мұны деп. Барып кешірім сұрадым дейді үйдің иесінен. Кешіріңіз, мен ұлттық намысқа тиіп кеттім деп. Кешірім сұрадым дейді, кешіріңіз деп. Бірақ көңілім сондай дейді, мынандай қатты соншалықты. Түнде домбыра тартқан баласын шақырып алып айтып, қолыма сағатым бар еді, қол сағатым. Көрсеттім дейді, мына сағат ұнай ма деп. Ұнайды деді. Айттым дейді, мынаны қалтаңа салып қой. Мен қазір әкең көріп қалса, тағы қайтып беріп жүреді, мен кеткеннен кейін айтарсың, мен саған қалдырып бара жатырмын деп. Сөйттім дейді, сол мен ойлаймын дейді. Біз Европада жасы 18-ге толғаннан кейін бала да қыз да кетеді үйден. Ата-ана қалады хабарсыз. Егер де сол өлетін кезде қарттар үйіне барамыз, жаңағы өртейтін болса өртейтін, жерлейтін болса ақшамызды беріп, ажалымызды күтіп атамыз. Бірде-бір бала қыз келіп артымыздан іздеп келмейді бізді. Мынау қазаққа таң қаламын. Той болса да, қандай құрмет болса да, үлкендердің алдына алақанға салып, төрге шығарып, сый құрмет, қандай дастархан, қандай құрмет. Мен қазақ болғым келеді, мен қазақ болуды армандаймын дейді. Біз сондай қазақ емес, біз не сорлатты бізді? Бізді сорлатқан сол, біз келем мәңгүрт мына ұлттық рухтың, салт дәстүрдің мұрнына иісіне кірмейтін биліктің адамдары сол қазақты құртып отыр. Егер де сол билікке сол ұлттық кодымызды, ұлттық намысымызды, ұлттық болмысымызды халыққа келтірмейтін болсақ, біз әрі қарай құри береміз. Себебі жаңа айтқан сияқты бүкіл бағытта бізге деген шабуыл тоқталар емес, тоқтап жүріп жатыр. Сондықтан біз жемқорлықты құртайық дейтін болсақ, бірінші кезекте біз қазақ болуымыз керек. Қай ұлтты айтады? Сен орыс емессің бе деп айтпайды, сен неміс емессің бе айтпайды. Сен қазақ емессің бе дегенде жерге қарамайсың ба сен? Сонда сен кімсің? Қазақ деген Алланың сүйікті құлы. Сондықтан Аллаға сүйікті құл болудан артық не бізде бақыт бар? Абай атамыз айтпай ма еді? Кеше балең келдің ғой біраз жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қыз бар өмірде бұдан басқа дейді. Ой, Оңайбек қажы, сіздің осылай сөйлейтініңізді білемін ғой, мені сол үшін де шақырып отырмын, керемет. Менің сұрақ қоюым қажет болмады, барлығын жігімен өзіңіз айтып бердіңіз, керемет. Шындығында да осы қазақ деген қандай болмысымыз, қандай ұлтпыз, қандай халықпыз мақтанатын. Біз мына шведтің әңгімесін осыны жер-жерге айта беру керек екен, балаларға да айта беру керек екен. Біз өзіміздің қазақ екенімізге мақтана алмасақ, біз ел болмаймыз. Бәрін бізде өзгертіп жіберді. Мысалы, біз қажыға барған қажы ретінде қағбаны айналамыз, зират етіп. Ал енді біз не істеп қойды? Бізді шыршаны, елканы айналдырып қойды. Біз Алладан сұрайтын едік, Алла бере көр деп. Енді не дейді? Сен Аяз ата хат жаз, Аяз ата саған береді дейді. Арманыңды орындайды дейді. Арманыңды орындайды. Біз енді қарап отырсаңыз, қадір түн деген қасиетті түн бар. Қадір түнін қалай қарсы алсаң, келесі жылда сенің өміріңде сонда жақсы болады деді. Біз қай күнді тойлаймыз? 31 желтоқсан күні, жаңа жылды қалай қарсысаң деп, бәрін керіс деп қойған. Біз егерде солардың бәрін керіс дегендерін бәрін қайтадан өзіміз қалпына келтіретін болсақ, онда біздің болашағымыз жарқын болады. Сондықтан біз барлық нәрсеге нені жоғалттық, соны түгендеуіміз керек. Сол түгендеу арқылы жүретін болсақ, біз қазақ деген халық қайтадан қалпына келеміз. Қой үстіне бостарға жұмыртқан заман келеді. Оған мен сенімдімін. Жаңа өзіңіз айтқандай, мынау сыбайласқан жемқорлық, манағы шырмауықтай шырмалған дүние, әлділер құтылып, әлсіздер, дәрменсіздер тұтылып жатқан бір дүние ол. Енді манағы айтқан, ана көш кетіп бара жатыр, барар жеріне барар, жетер, жығылар, оның да бір уақыты болар. Бірақ біз соған қарсы параллель жұмыс жасап, адал ұрпақты, адал кадрларды, іскер кадрларды дайындауымыз керек дегенге сіз соған келіп отырсыз ғой? Толықтай келсем. Мен басқа жолын көріп отқан жоқпын. Себебі олар бәрін бас шоп тұтай алмайсың. Олар көп. Олар қазір билік солардың қолында. Енді оларды менің түсінігім бойынша оларды ауыстыру үшін
жаңа ілеп, жаңа ұрпақ, жаңа мына иман жүзді, иманды ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Өте жақсы. Өте жақсы. Мен мына Шерхан Мұртаза ағамызсыз сөйлемейтін болып жүрмін. Жаңа сіз бір әдемі әңгімелер айтып отырғанда да сол кісінің бірнеше бір сөздері мына жеріме санама келіп жаңғырып тұрды. Осы жемқорлық деп атын атамаған мен, ол кісіде мынандай бір сөз бар. Араны ашылған ашқарақ қомағайлар адалдықтың қазығынан ажырағандар. Адалдықтың қазығы қанағат. Сол қанағаттан, қанағатсыздықтан шығып отырған адалдықтың қазығынан аттап кеткендердің ісі болып отыр ғой ол. Сондықтан өте жақсы әңгіме айттыңыз, тұшымды ой айттыңыз. Ойға алатын біздің мына болашақтағы ісімізге де бір мұрындық болатындай бір дүниелерді айттыңыз. Адалдықтың қазығынан ажырамайық. Адал ұрпақты бірлесе тәрбиелейік. Осы ғой соңынан айтатыңыз. Жаратушы Алла тағала былай дейді: мен адам баласы мен жындарды өзіме құлшылық қылу жараттым дейді. Ата бабамыз айтады: келдім қайдан, не істесем пайда, өлгеннен соң не болам дейді. Біз егерде осы үш сұраққа жауап беретін болсақ, иығымызда отырған екі періштені сезінетін болсақ, жақсы мен жаманды жазып отқан, ертең Алланың алдына барғанда есебімізді тыңдалатынын білетін болсақ, біз еш уақытта жемқорлыққа бармаймыз, адал боламыз, адамзаттың алдында жарқын боламыз. Өте дұрыс. Сайып келгенде барлығы да адалдыққа, ар-иманға тіреліп тұр. Арлы, намысты ұрпақ тәрбиелейік. Ең бастысы қазіргі біздің қолымыздан келетін осы болып отыр. Әңгімеңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.